Ағыбынды чүртігі Колумаевтар сөбірізі Челсей өлімі жоқ полктың чөрімін дарлысша. Чеппүл коронавирус тарап шытқанды, елбік жеңістің 15 жылын олар ебді танықтерға чаратқанар. Анзы пілтістік, бұл сөбіреді 2 ветераны сақысқа керчелер. Надежда Колумаеваның пабызы Николай Капитонович Баргаяков 1941 жылдың 1945 жылға тері чалысқан. Ханық жағы аны Қызылжырдың апарып Новосибирскте түркін гүлі пулеметчика үгірідіп Ленинградтағы фронтсар тастыпсқанар. Аның соның ол Воронежский фронтсар ызылған Курсты көзін ертіп Днепр соғыны кескен. Хайды да қатық чалызығыларды арлазырға келіскен. Немец оларды чалыплы же, бұлар бастарында күйдірігі сейтік қатық жабартыр. Аның основной фронт кез болғанда аның кухня келген түші. Нұға кухняның ары чоқ тапшым. Аның үскін пазының азырының одырып сықпыз түші. Аның иде азырыншын түсті шрапнель үшкіл неме. Помощник ол узбекті ранить едіпстір. И ол туысыл барпстыр менің папамның қарағында. Поза Николай Капитонович төрт қатеп алығылатқан. Чеп олғаны сай қасықтанып, үржіні Европаға тері сүрген. Аның сабылық жолы Прага горыты тозылған. Үс қарындыстың чадың чалғазаны изін қасық айланған. Сыйықтар аның пір болған. Воронежский фронт болғанды аға орден Красной Звезды алған оланды и медаль отличный пулеметчик аға бергенір. Аның пасқы фронттарында орден славы 3-й степени параның. Польшада олан алған. Аның медаль гвардейский, медаль параның, медаль за освобождение Праги, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вот улырмын келген улчаның. Владимир Колумаевтың ағызы Михаил Иванович Колумаев чап астылып сқынды 300 жастығы пис балылығы болған. Андық еренлеріні тылды тоғындыр жаңнар. Че коммунист кезі 1942 жылды поскөңнінің чаға барып сқан. Ол түрен бұтыры қалды. 1906 жылды. Андық тоғыптыр ол неме. Олу көздердің арамен мұның алдында ескім чоқта жанар. Неме. Ол коммунист болып, ана фактически председатель чуть не колхоза, но именно коммунаның болттыр еще. И неме. Аны мақтаныр неме. Нейлі мағат сидоқ болған. Илбік адылығы чада ол гвардияның 6-5 атық жылы дивизиясында служба ерткен. Азы мақчаларыны курсты көзінді қызы пасыпсқанарында 1943 жылды оларының дивизиясы Белоруссияда қатық чалызығылар апарған. Фашистер күстердің Днепр соғызар тастап спызныртып, өн фронты үржіні қызы пазар чалызығылар апарылғанар. Қазір жа болған, қайдады высотаны пластырлар. Немістердің читті қате. Читін жатақызын барыр алдында түпше, мен түпше Михаил Иванов земляктарын все-таки чуқтасым көргім түпше, бірай уже раненый болған түпше, құлаға немет барған түпше, бірай контуженный весь түпше, перед последней атака барыр алдында, и все түпше. Иди ол высотаны, иди читті қате плас, пазы и жарыс барып түпше. Прайбу хабарна Михаил Ивановичтың арғызы сөбірізіне четірген. Олар таштыптағы чака мессерядының қады қығыртылған болтырлар. Мақычы чаджыны Белоруссияның Витебск облысындағы Лаперевшіні алды чип салғанар.